Сайлау науқанына дайындық және оны өткізу жұмыстарына қосқан елеулі үлестері үшін бөлілік белсенді азаматтар мен азаматшалар Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың және Республикалық қоғамдық штаб жетекшісі Ерлан Қошановтың алғыс хатымен марапатталды. Марапаттау шарасына Бөрлі аудандық мәслихат хатшысы Қайрат Ермекбаев пен Бөрлі аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Рақымжан Ерманов қатысып, бірлескен жұмыстың нәтижесін айтып, алғыстарын жеткізді. Жалпы ауданымызда 36 адамға марапаттар Астанадан келді. Соны біз салтанатты түрде бүгін табыстаудамыз. Көңіліміз көтеріңкі, себебі істеген еңбектер адал, себебі халыққа түсіндіру керек болды. Халыққа жаңағы сайлау бойынша бағыт-бағдар беру керек болды штабтың өкілдеріне. Сонымен қатар аяқта емес, сонымен өзінің ойларында әлеуметтік желіде жариялап және үлкен қолдауларды табуына үлес қосу керек болды. Халықтың арасына біздің штаб өкілдері базар демейді, ауыл демейді, жаңа айтамыз, сауда нүктелері демейді, өнеркәсіп орындар демейді, барлық жеріне барып осы сайлауалды бағдарламамен таныстырды. Қасым-Жомарт Кемелұлының енді халықтық коалицияға өздеріңіз білесіздер, кірген тек қана Аманат партиясы емес, сонымен қатар Ақ жол партиясы да, Халық партиясы да, сонымен қатар 15-ке жуық қоғамдық кеңес өкілдері кірген болатын. Міне соның атынан біз үлкен шара атқарылды. Үлкен халықтың бізге берген сұрауларын жазып алдық, аманаттарын жазып алдық. Осының барлығы енді сайлауалды бағдарламаға еніп, біздің осы халықтық коалицияның және мына партиялардың да өзінің сайлауалды бағдарламаларына еніп алға қарай жұмыс жасайтын болады. Соған енді 2023 жылдан бастап жұмыс басталады. Ол үшін жоспар бағдарламалар жасалып жатыр қазіргі уақытта. Аудан бойынша 36 адамға алғыс хат табысталды. Олардың ішінде қоғамдық штаб мүшелері және қоғам белсенділері болды. Аманат партиясы Бөрлі аудандық филиалының төрағасы орынбасар Төлемисов белсенді жандарға марапаттарын табыстады. Анаргүл Көшірбаева, Азамат Папагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.